қарым-қатынас жайында мәселелеріңіз болса, денсаулық тарапынан мәселеңіз болса, міндетті түрде менің Инстаграм, Телеграм парақшаларыма тіркеліңіздер. Сол жерде көптеген пайдалы ақпараттармен мен бөлісемін. Жақын арада менің Инстаграм парақшама осындай сұрақ келді. Нәзік жан жазды. Менің күйеуім мені жақсы көрмейді. Өте ауыр да, тыңдағанда бір түрлі болатын пікір. Өкінішке орай бұл нәрселер жиі кездеседі, яғни қарым-қатынас мәселесі екі ара туғыса. Мына жерде әйел адамға айтатын кеңестерім сексолог ретінде, тренер ретінде, психология саласында да сізге рекомендация ретінде осы видео түсірдім. Енді қыздар, былай айтайық да, сіздің ең бастапқы кезінде, күйеуге шыққан кезде әрине бір-біріңізді сүйесіз, бір-біріңізді қабылдайсыз. Бірақ та осылай жүре-жүре бізде мәселе пайда болады. То есть бірдеме түсініспеушілік, бір реніш, бір уайым қарым-қатынас. Біз оған не істейміз? Біз оған көзімізді жұмамыз. Біз осы мәселені ары қарай шешуге ешқандай әрекет жасамаймыз, өкінішке орай. Сол кезде қарым-қатынас суып бастайды. Осылай жүре, уже әрине әйел адам не сезеді? Уже суық сезеді. Осындай сұрақтар пайда болады. Менің күйеуім мені жақсы көрмейді, жылулық мен сезбеймін да, менің қасыма жатпайды, осындай нәрселер келеді. Шешу жолдарына келсе, қыздар, әрине мынандай ситуация бізге келгенде өмірімізге, бұл бізге сигнал, яғни бірдеме өзгерту керек, да? Өзімен жұмыс жасауың керексің. Өзімен жұмыс жасау керек дегенде, қыздар, сіздің фокусыңыз күйеуде болмау керек. Яғни сіз скорее всего, күйеуіңіздің артынан жүгіріп жатсыз. Не істейін, да, қасында жүресіз, давай анау неге сен маған жазбайсың, сен қайда жүрсің, анау, в общем, миды шіртіп жүр артынан. Это үлкен бұл үлкен қателік. Еркек адам баласы болған соң, оған свобода керек, да, кішігірім. Сізге де керек, әйелге де керек. Сіз екі тұлғасыз, сізге жеке өзіңіздің личное пространство керек. Егер де постоянно күйеуіңіз болсын, әйелі болсын, күйеуіне постоянно артынан жүгіріп қайдасың, не, ондай әйелден қашады. Ондай әйел болмаңыз. Осындай әйел болмас үшін сіздің бүкіл фокусыңыз тек өзіңізде болу керек. Яғни сіз не істеуіңіз керексіз? Сіздің мақсатыңыз өзіңізді дамыту. Егер де сіздің күйеуіңіз сізден қашса, сіздің қасыңызда болғысы келмейді, значит сіз осындай адамсыз. Сіздің кейбір мүмкін өзіңізге мән бермейсіз, мүмкін өзіңізге көңіл бөлмейсіз, өзіңізді күтінбейсіз, өзіңізге уақыт бөлмейсіз. Бұл барлығы мен біреу үшін, бұл тек біреу үшін да жасап жатырмын. А сіз попробуйте, қыздар, өзіңіз үшін, да, өзім үшін, бұл менің өмірім, мен өз үшін не істей аламын, да, осындайды ойланыңыз. Шынымен мен сізге 100% гарантия беремін. Қаншалықты сіз өзіңізбен жұмыс жасауды бастағасын, психология тұрғыда, дене тарапынан, да, зарядка жасап, спорт, дұрыс тамақтану, сізге ұнайтын іспен айналысу, уже қарым-қатынас сіздің күйеуіңізбен, сіздің қоршаған ортаңызбен автоматтық түрде сізге қарайды. Себебі осындай гармонияда, өзімен кайфпен жүретін әйелдің артынан, әрине адамдар қасында болғысы келеді, энергия алғысы келеді сондай әйелден. Ал керісінше өзіңізге мән бермей, сіз минуста жүрсеңіз, сізден бәрі қашады. Мына жерде ең күшті жаңалық, сіз барлығын өзіңіз жасай аласыз. Единственное, қыздар, мына жерде мен үшін біреу жасасыншы, маған біреу көмектесінші деген позициядан шығыңыз. Маған көмектес. Көмектесетін ең күшті әрине бұл психолог, да, психолог маманы, психотерапевт. Осындай мамандар сол көмектесу үшін. Егер де әйел адам, кейбір кезде әйелге көмек керек, біреуге керек емес. Кейбір кезде әйелге кішігір мотивация, кітап оқу, білім алу арқылы, әрекет жасау арқылы шығады осындай позициядан, өзіне көңіл бөледі. То есть көбісі курстарыма жазылған соң әйелдер көбісі өзгереді. Оларға в принципе психология тарапынан керек емес. Олар просто фокусты қайтан өзіне, да. Кейбір кезде керісінше болмай қалады, и курстар көмектеспейді, и білім көмектеспейді. Сол кезде әрине психологпен бірге жұмыс жасаған дұрыс. Себебі әр әйелдің өзінің травмалары бар, бір историялары бар, тәжірибесі бар, оның барлығын бірге
жұмыс жасайсыз да қыздар. Бұл ең басты. Мен енді мынандай нәрсе қыздар, күйеуім мені жақсы көрмейді дегенде, первый посыл, ең бірінші сізге деген сообщение бұл: ал сен өзіңді жақсы көресің бе деген сөз. Неге сізді біреу жақсы көрмейді, да? Неге сен сүйген жарың, сен сүйген адамың сені сүймейді? Мүмкін сіз өзіңізге күтім, да, вот как раз таки өзіңізге күтім, махаббат тудырмайсыз. Сол жайында ойланыңыз қыздар. Осы тақырып сізге қызық болса, да, өзіңізді қалай жақсы көру, өзіңізбен қалай жұмыс жасау керек. И мына жерде қыздар айтатын, әрине, бұл сізден басқа оны ешкім жасамайды. Ешкім жасамайды. Сіздің нақты, вот четкий, бар ғой, прям все өзгертсем, все, бәрін өзіме жұмыс жасаймын. Хочу деген нәрсе болу керек. Хочу. Мен оны қалаймын, да? Оны қаламай тек отырсаңыз ештеңе өзгермейді. Вот поверьте, да, қыздар, шынымен де қанша әйелдер жүрді, шынымен де өзінің құндылығын түсінетін, өзімен жұмыс жасайтын әйелдер тез қалпына келеді. Бұл мәселе әркімде бар қыздар. Біз әйел болған соң, совет үкіметі бұрынғы, да, бізде мышление әлі өкінішке орай бар ондай әсері. Бізде мынандай бар: күйеуге шығамыз, бала шаға, и все, фокус кетеді. Үй, бала шаға, там, күйеуім, өзіңіз қалып қоясыз. Бұл ең басты қателік. Содан біз өзімізді постоянно алуымыз керекпіз. Чуть-чуть қайтан кетіп барасыз күйеуімізге, ой деп, все, так, айналайын, давай, кел, айналайын, сен мынаны жасауың керексің, сен мынаны жасауың керексің, өзімен жұмыс жаса, да, білім ал, ақша тап дегенде, и сіз өзіңізге қызық боласыз. И автоматически тоже күйеуіңізге де қызық боласыз. Вот. Это работает сол психология, энергия тұрғыда барлығы осылай жұмыс жасайды, қыздар. Вот, так что давайте осы видео мен сізге жауап бердім деп ойлаймын. Осы әрекетті жасап көріңіз. Күйеуіңіз сізге қалай қарым-қатынас өзгерді, соны байқаңыз. Артынан жүгірмеңіз, да, фокус өзіңізге. Психология, кстати, оқыған соң, қыздар, сіз өзіңізді жақсы түсінгесін, сіз уже күйеуіңізді жақсы түсінесіз, и қарым-қатынас сізге жақсы, да, қарым-қатынаста ретте уже жеңіл болады сізге. Соны бақылаңыз. Вот, и осы тақырып сізге қызық болса, мен ары қарай осыны жалғастырайын. Лайк, пікір қалдырыңыз. Келесі видеода мен оны одан ары ашамын. Рахмет, сау болыңыз.